Кейбір отбасыларға қарап отырып, шын махаббат деген осы шығар деп ойланасың. Жақында ғана қазақ эстрадасының сүйікті әншісі, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ұлықпан Жолдасов пен оның аяулы жары Айған Жолдасова отбасылық сырларымен бөлісіп, көпшіліктің жүрегін елжіретті. Олар хабар арнасындағы алғашқы бағдарламасында қонақта болып, жастарға үлкен ой салатын естеліктерін айтты. Әдетте өнер адамдарының жеке өмірі көпшілікке жұмбақ күйінде қалып жатады ғой. Бірақ бұл жолы Ұлықпан аға да, жеңгеміз де еш бүкпесіз шынайы әсерлерін жеткізді. Айған ханымның айтуынша, екеуі бас қосқан кезде әлі тым жас болған екен. Ұлықпан ағамыз бар болғаны 17 жаста, ал Айған ханым 18 жаста ғана екен. Қазіргі көзқараспен қарасақ, расымен өте ерте жас сияқты. Бірақ олардың жүрегі бір-біріне байланғаны соншалық, ерте деген ойдың өзі болмаған екен. Ерте қосылып жатырмыз деген ой болмады. Алматыға бірге кетіп, бірге оқимыз, әрі бірге жүреміз деп сондай шешім қабылдадық. Ешқандай қорқыныш болған жоқ, дейді Айған Жолдасова. Міне нағыз сенім мен махаббат. Жастардың көбі қазір тұрмыс құруға дайынбыз ба, жоқ па деп ұзақ ойланса, олар жүректің дауысын тыңдап, бірге болуды таңдаған. Уақыт көрсеткендей, бұл шешім қателік емес, қайта үлкен бақыттың бастауы болыпты. Шыны керек, бүгінде көптеген жас отбасылар алғашқы сынақтарға шыдамай ажырасып кетіп жатады. Бірақ Ұлықпан ағамыздың жанұясы шыдамдылықтың, сүйіспеншіліктің, өзара құрметтің үлгісі. Бірге оқып, бірге еңбек етіп, бірге өмір сүріп келе жатқан бұл жұп жастарға үлкен тәрбие. Бұл әңгімеден шығатын қорытынды махаббат болса, қорқыныш болмайды екен. Ең бастысы бір-біріне сену, қиындықта қашпай бірге жеңу. Жаста болса, жүректері мықты болғандықтан, олар бүгінде өнерде де, өмірде де биіктен көрініп жүр. Осыны естігеннен кейін ойланасың. Кейде өмірдегі ең дұрыс шешімдер ақылмен емес, жүрекпен қабылданады.